Сәлем достар, қалай наггетсіні тез әрі оңай жасалу әдісін білесіз бе? Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп алыңыздар, жаңа видеоларымды жіберіп алмас үшін. Келесі видеода грек жаңғағын қалай дұрыс тұтыну туралы құнды ақпаратпен бөлісетін боламын. Соңғы видеода уәде еткендей бүгін наггет жасайтын боламыз. Бізге ол үшін тек тауықтың төс еті, кепкен нан ұнтағы, тұз және дәмдеуіштер қажет болады. Тауықтың төс етін видеодағыдай біркелкі етіп турап аламыз. Дайын болған етімізге тұз, дәмдеуішті қосып жақсылап араластырып аламыз. Осындай тағамды менің балаларым сүйіп жейді. Ал сіздің балаларыңыз қандай тағамды ұнатады? Сол жайында комментарий қалдырыңыз. Достар, видеом ұнаған болса, жақындарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Келесі кезекте бізге үй жағдайында жасалған кепкен нан ұнтағы, не болмаса панировка қажет болады. Тауық етін осы нан ұнтағына аунатып алатын боламыз. Негізі дүкенде сатылатын панировкадан көрі үйде өзіңізде нанды кептіріп, нан ұнтағын жасап қойсаңыз болады. Қажет болғанда алып қолдануда дайын тұрады. Мен мысалға тауық котлетін жасағанда осы кепкен нанды жиі қолданамын. Мінекей наггетсіміз қуыруға дайын болды. Табаға сұйық май құйып, наггетсімізді әр жағынан 2-3 минуттай қуыратын боламыз. Екі жағы сәл қызарса болады. Наггетсіні кез келген гарнирмен ұсынсаңыз болады. Және де көкөністер қосып берсеңіз болады. Осымен наггетсіміз дайын болды. Ас болсын. Күндеріңізге сәттілік тілеймін.